Один. Абайдың 33-ші қара сөзі. Егер мал керек болса, қолөнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қолөнерлі қазақтың әулиесі сол. Бірақ Құдай тағала қолына аз-маз өнер берген қазақтардың кеселдері болады. Әуелі бұл ісімді ол ісімнен асырайын, артық ісмерлер іздеп жүріп көріп, біраз істес болып, өнер арттырайын деп түзден өнер іздемейді. Осы қолындағы аз-мұзына мақтанып, осы да болады деп, баяғы қазақтың талапсыздығына тартып жатып алады. Екінші, ерінбей істей беру керек қой. Бір-екі қара тапса, малға бөге қалған кісімсіп, маған мал жоқ па дегендей қылып, еріншектік, салдыр-салғырттық, кербездікке салынады. Үшінші, дарқансың ғой, өнерлісің ғой шырағым, немесе ағеке нең кетеді, осы ғанамды істеп бере қойшы дегенде, маған да біреу жалынарлыққа жеткен екенмін деп мақтанып кетіп, пайдасыз алдауға, қу тілге алданып, өзінің уақытын өткізеді. Және анаған дүниенің қызығы алдауды білген дегізіп, көңілін де мақтандырып кетеді. Төртінші, тамыршылдау келеді. Бағанағы алдамшы шайтан тамыр боларлық деп, бір болымсыз нәрсені берген болып, артынан үйтемін-бүйтемін, қарқ қыламын дегенге мәз болып, тамырым, досым десе, мен де керектінің бірі болып қалыппын ғой деп, және жасынан іс істеп, үйден шықпағандық қылып, бар жоғы тырысып алдағанды білмей, дереу оның жетпегенін жеткіземін деп, тіпті жетпесе өзінен қосып, қылып беріп, дегеннің бәрін қылып беріп, күні өтіп, еңбек қылар уақытынан айырылып, жоғары шыққа қарқ болады. Тамақ киім борыш есінен шығып кетіп, енді олар қысқан күні біреудің малын бұлдап қарыз қалады. Оны қылып берейін, бұны қылып берейін деп сонымен табыс құра алмай, борышы асып, дауға айналып, адамшылықтан айырылып, қор болып кетеді. Осы несі екен? Қазақ баласының өзі алдағыш болып тұрып, және өзі біреуге алдатқыш болатұғыны қалай? Болды.